Пунадапский хакас жерінің ең ірі орынарының бірсі коммунар поселокты поларға келіскен. Ол 1899 жылдық алтын тапшың приз қырында түстелген. Бастап Богом дарован етіп адалған. Соның 1932 жылда граждан жазы тұзында үлгі алған коммунарларны құмартқылап, пүйінгі адын тоқшы поселока бергенер. Алтын тапшың рудник амда тоқча. Тоқспарда шондамында тұтылша часқынық. Алтын жыларда коммунардың шұтықжыларының саны шитамуға шиттір. Амды тізің коммун жылы болар. Аймақ шонар арасында мұнда хакас кізлер апарух, че уға асқынақ. Бүгінгі көздігді пісіріні Аргудаевтар қарындас пешінің сіріні таныстырғы сақыншабыз. Николай Петрович шұқтазы тозы мұнда шұқтап барир, аның тұғмазы Ольга Петровна әдөк прайдашыларын бұл поселокты ертірген. Шиті шылмының алындала 40 горыцар шүртерға барыпсыған. Олығыларының қада шұқтан кізлер қызыл тадарларының бұрын қызын кейбірлерін жақсы білшелер. Аннаңар бүгінгі шоғыбыз. Бастағызын піліпаларға сағыз. Хайдан сықанар Аргудаевтар. Ачылыс кесінде егенка речка, ғызуқ. Анардың сықапсы. Ачылыс кесінің. Аның о еме шұтанлар олар еме үрөптің. Аның үйзекті. Амсылар түпшезіслердің ғарот, я? Разбойник. Кем жоқтан сілерге? Ол черкес, еме ученый. Еме по Карачаеву черкес. Древний, на древнем тюркском языке. Сілер аның интернетің балығыз? Ну, как объясняется, получается, что все пошажены, хакасы, казахи, казаки, косоги, черкесты, от одного слова происходит хасхы, беглые разбойники. Стигнер, наверное, вот бежали, именно по Хозлар основном же, именно с Барабинских степей, чтобы не попасть под мусульманство. Ну и вот сразу хасхвол поханлар. Қызылар шудан бұрынғы жерлер амда бұстарының әйлерінің ер 10 ерға пербеншелер. Көлбазы, тоже одна Красноярский край пишется. Малое озеро Гитлер. Анда много. Өскөл, анда барох. Өскөл анда барох, я? Бар, анда эме гринда, богатол гринда. Мында өскөл. Анда ол средний өскөл дейді. Анда қызылырақ бірай шұтады ма? Ну, анда еме пұғалардың, наверное, шері болған. Пұғалар алы по Устинкина. Он рот пұға. Олардың еме шабақтың начинайынар төбіл. Правее мұның будет. Ажығылардың жер, янгулықтар. Олардың жерлері қайды? Олардың тоже Ачинскийдің олар пұзағына емәгі тартыра енесеғі засағына. Ақажын қызылыраның келіпскінлер ба, ала еді шарық барғынлар ба? Аның, мен білбеймін. Хадиво олар бәрі келіпскінлер пұға жеріне. Анданы, может, ругань какая-нибудь орыстырының, наверное, и заңдым. Потому что түтіңдер анда орақты шұтанлар ағам болған, орал болғандым. Аның оғылы болған адында Аверьян. Оларды бандаға өкіш болғаны. Из-за чего он там шоқтанлар получилось ходить. Анда рядом деревня Ленёва бар. Анда хохоллар шуштанлар переселенцы. А олар взяли, неурожайный год был. Олар взяли табунчик-то, арахшишпскинар. И табуннарды прогнали прямо по полосе. Тамақтырма.
Ну, она в суд подали, что платить надо. Но, а кому орал дед, что-то грамотный был, он по тем временам, что-то в Думе сидел, он хазалар был. А Аргудаев кем болған ол? А он, хотя в Думе, кем был, он не знает, дед, Аргудаев, орал. Она ол жадный был, где олар платить, лучше вы заплатить орстарға, ақша за потраву. А ол продахнумен она на пересуд подал хадарла выше. Она пришло, что табунщик виноват же, напился. Но и теглер тармс селянер, что прягозны уберем следом, он толк схарнес вон, что ли. Она копьев-то, ярмарка-то, ходила, куштугызны наняли, чтобы она соога, там, дорого. Но дед Аверьяна, она ютрская. Ну, и она пришлось, она, тайга баруза. Тайга, пока он бегал, мы переворот был. Переворот-то, Ленёвский олар попали хазлара, а по мустхы тут турсан олара хотели расстрелять, кульвазн да судили, судили, в общем, повели ведрага тельтяга, а мы доходили, табун спустился именно водопойга. Крикнула она и педы художно трудного. И она иди барсану, она банда дешевская. Славёв-то? Но она пока шоган пока не убили. Анда ütір салғын, я? Но Гражданча азы басталып сықында қызыл тадарлар әкі шарып барғанар, кемді қызыл отрядтарға қозылған, көп кізі Соловьевтың қадап олып сықын. Маганбак пока Кулаковтың епшісі болған пісқа келжің, мұнды да коммунарда жемі келжің. Монашка болып жүр последнее время. Он без шасты, қыз, ергі бар саны. Кулаков. Побозында кімне сүмсіктігін өтіп скіндір. Ол сүмсік көзіні өдірегі, щоб Кулаков ергі бар саны. Ол қыз. Кулаков ең саблық қасқыларының бірісі болған. Ол шабақтың. Ол тадырларының, аның отрядының тадырлы кіз болған. Қызылар пос кейбірлеріне Тудминов сықынна бір шапсықсықтық біліп алды біз. Көздімген оға хакас епшілері пос көгінеген кеспиніп сықыныр. Жемнің дядькасын анда посадили, Томская тюрьманың ол сықпалған, жемді тоже посадили. Анда одрыған. Аның жемні пост сықындыра, дед анда жатқыған түрмеді. А жем мұның все возил, как передачки, все. Но привыкла, анда же сразу доколупывались, тогда куганок, сразу станция доложила. Поэтому все время орс, кебін, кекешін. Николай Петрович Аргудаев сектік алды түрен. А ол алды нұғай дядан жоқтаныр бірезе? Сектік да. Ол сәк, анда ұлық зәктір. Бұл жыңдайыр. И камар дәнәмін. Сарғы зәк, я? Но сарғы зәк. Анды сас жер? Сас. Это дарлы вообще сасы ебрі шүктейді. Ануға? Ол паса. Николай Петрович қызыл тадарларының ротарын шақсы пілшеткін кізі. Пуға, ұғы, ажық. Хамнар ол ергірістер. Так. Арғын. Ол... Арғын роды, самый большой был он.
Қайдық фамилияларға кіржіңдер? Сулековтар, Батаевтар. В Казахстане Батаевтар, Сулековтар много. Көптір, е? Так олар арғын роду. Олар самый большой, наверное, Тадаргызын арасында. В Казахстане около миллиона олар. Арғын. Кеділер. Хамнар оларға әргістер, олар еме. Остатки, наверное, когда китайцы угнали, остатки остались. Анда Марьясовтар, Тайдоновтар, Айошиннар. Мен саған қым Айошиннар, олар хастыр. Олар упоминаются, у Махтада упоминается Айос Матер. Это оттуда пошли, это по Иргустер. Посвирать еще мы доштовался, олар штаннар, Марьясовтар. Марьясовта друг фамилиясы, е? Майорас. Майорас. Городу шады жатқанында Шебрик алты фамилия болған. Аның дед штал, Шебрик, что ли, Шебрик анда жатқаны, алты жатқан мұнда. Сіздердің родың, е? Алты фамилия. Амды вообще только фамилия где-то, наверное. Кемдер? Он надо. Отроковтар, Зелеевтар. Аның Күлбістееві біяқтар қайдады. Отроковтар ол қызылыруқ, е? Олар анардың еме налгістің. Николай Петрович Аргудаев, что за тоза геологтарның қада тоғынған? Буровик бол. Буровик бол? О, тайғының сілін матып көрген болыздар. И Тувада, и Псай, Хакасия обурил. Еще и Краснотуранский район захватил. Анонимның ең ырық тайғыза қайда шетчіңдер? Когда в Краснодарском районе вертолетом даже возили. А Хакасияда? Хакасия, мында мен Восток гидроводхозства должен, анда институт Абаканда. А анда Аскейский район, анда мен шофер и памбур. Амды Николай Петрович тынығды, бұрынғы чуқтастың танығылары аның и бұқыринді толдыра. Ус қолы кізі прайнемені пос қолының етшің. Ачырғысқа путирекдер аға амды керікке шоқ болып бардылар. Хузық арлышың керігдер, я? Қади арлық чезер күшт беріңер? Мұның сетер. Мұны прай бұстарың арескімер? Мына сперва на грубую, а на чистовую. Ата хузық ибірі бар бұслардың? Атыңдар? Қайне? Псай. Анда прай хузық мұныңла дер балшы болырсар? Палылар таскают. Жылзай хузыққа жүршейзер? Жоқ, мен сөз жоқ. Ат тұтшыңызар ба? Көп ат ба? Ненже? Пыр. Шөрігі, тайғады. Көбі келіп. Аңнап? Аңнап. Ам ненже жыл ат тұтпейдің жезер? Уже жыл. Аманда бірезі база ат тұтшелер ба? Бар. Прайзың поздний, ат тұтсаң, станок жоқ. Никак нельзя. Мында тастық жер. Сразу жылы копытасын туйғағын сразу раздавит. Если не кованый. Ам тұтполуын істерге? Алы керек шоқ болып барды? Амды керек шоқ. Олар нониме чығын керегділер? Ковать. Мұнда подкол ұғын. Бірлі тұдырғы? Бірлі ат тұдырғы бұзен керек, я? Да, пошына керек.
Қынчезер педяйға, зырға, ұзанарға. Ну, емедесіңіз же. Скучно, вот, долбиш. Амал түштізін жоқты перңер кізлердің тоқыс прайсының бар? Рудник тоқытшы? Тоғын жады, онда олар, паршезы ждауындырлар. Ну, имя... Если выгонят или что, араш все, то имя на заезд, да, старательский артельдер коп. Кругом. Пузаны, старательский. Хоша, нарва, ток спорный. Олғын сада школа прайнен бар, е? Олғын. Бар. Андағда шон ақшылық жұтыпшы? Да, ну, не голодают. Ана аранда көп магазинсілердің. Коммунар поселокта пастып хакас кізлер оға көп болған. Амды тізің санығыла. Нина Дамажака омында түрен кізі. 1939 жылдың сығара пүшірлерді. Мирный поселок арық немісті болған. Анда көп жылар жұтан. Хакас тілін пілбейінше. Басқа шон арасында жұтазын иртірген кізі пос шонның шузағын бас болбан. Пенсиолог неміс анар шутирға ойла неміс мандық поселокта. Таңа ғыстыр тұтша, анзыда болша, қысқыздымында оға көп қар болша, анзы көп сейтіктір ақылша. Мал тұтшың оңдай шоғыл. Баржан черлері паркізлер коммунардан қажанық күс барып сғанар. Иди сорығда өрнемістің сғара шуты парер Ольга Петровна Кокова. Ол пістің көздігдің аралышшызы Николай Петровичтің кішік тұңмызы. Олғы сорғызар шутирға қығырғанда өрде сағын мен пер көзіпскінер. Мен побам төрен ергісәктігді үйіз қазында. Ол аламды шоғыл. И пис уже жем мен ол Батанаковта төрен. Амды ол тоже қызылғас. Қызылғас ол алыларамды шоғылар. Но сәкті де еще кізе шутапшады көп емес. Вот. Побам жем, ну и кізе өкіс болғаннар. И пис вот как олар, значит, хотите де табағанар. Постарны епісті өрәпс үш бала. Қарындазым 48 жылдың, ұлығы қарындазым 5 жылдың, менің ұлығы. Аның пежем ол 51 жылдың, мен 53 жылда төрем. Шуртапс писяктігді. Анда 8 класс қатты тәрі шуртапс писім мен, то есть, пока өскім. Потом жем побамға көш бағандар коммунарға. Побамның қарындазы Себастьян Сергей Гаврилович апарпсқан пистен артың. Көштір парпсқан коммунарға. Вот. А вообще пес класстың школ полбаны алды. И пес интернатты үйренгепс Харагөлді, потом хуторда. В общем, каждый год новый школды үйренгем. Вот. Екі классы бір школды үйренгемпс, потому школа полбан. Даже Орджоникидский районда үйренгем. Гидрада, 4 класста. 8 класста пистегі сәктігі школа пүдірсағандар. Анарда әйленгем, анда 8 класс тозып, аның уже коммунарға барпсқапс. Анда 9 класс тозғам. Бұл жеменер көш бағанар Қызылалда еще бір год еще 10 класс тозып, аның бір год шарым стенгем Қызылалда. Жем побам ғайты бұл постпан өргіренеге епті боғам. Аның кіргем институтқа, то есть амда аграрный сельскохозяйственный университет. Анда мен, значит, 1900 жылда кіргем. А тосыға мен ол университетті 1900, значит, 8 жылда. Вот. Аны тозып, аның айленіп, коммунарға мені ысқанар. Коммунарда мені стенцағым 32 жыл заведующий. В общем, ветучасток пісні поған, анда тапсағам. Пенсияға, значит, 30 жыл, значит, стенцалып, и пенсияға кірпағам. Пенсияға кіріп, 2 жыл еще стенгем. Аның балам келіпскен оғылым. Оғылымдың, значит, балалары 2 балазы болған. Ар шортиға көрер кізі шоғыл, потому что балажақтар кішік, кізді олар епшізінің стенгенлер. Епісті қығырпсқанар пәрк Сорскиға. Біз пәрк ұсқабыз, значит, кізімнің ежезін побазына епі алып бекепс.
Олар бәр келіп, біздің, значит, кізімнің побазы өріп жүріпскен. Кер жезіп, оғылымны бәрі қығырбаған, потому что еп уже болған. И аның оғылым бәр келіп, бізді тоже қығырыпсқан бәр. Біз бәрі көшкеге біз. Бұл квартираны алып, амды уже 7 жыл, мұнда шутап шатыпыз. Екі біз. Балалыпыз мұнда қарақ емес. Баламның уже 3-ші балалыз дөріп баған. Шутап шатыпыз, мұлы қабас тұпыз балапыз, қастен жадым до сих пор. Николай Пазы, Ольга Аргудаев, Тарнапабазы, Петр Аргудаев, Хакас жолының ең саблы хайжыларының пірсі болған. Біз ол шәйші ұшты кізідігер алынжы көздік кемніпшебіз. Аның арпы көздікді Ольга Петровна көбізін үжізінің ерші оқтыр. Жем пай, оға пай семьяда үс төрән. Аның побазы, значит, Янгулов Игор. Жемнің қарында зеттері қамды Иван Михайлович, ол участник войны. Жем аның семьязында өскен, потому что жем, когда жемнің хати бол балалары печалар өріглен, семьязында 8 бала болған. 8 баланың жем нақыс қаған. Улық бежез 8 жасты көрән. Но, может, хатыгда ағырық болған. Вот, а побалар олардың оға пай болған. Потому что ол торговлялық жоржың, а Кажихандаз Михаил, вот Иван Михайловичтың побазы, ол поған жемнің еме абазы, родной Кажик абазы, ол поған впоследствии опекун. Жемнің побазы өрі пағында, жез өрән 3 жастық поғанда. Ну, может быть, оға отар поған анағы, потому что балалары 3 жастық толза, суласпса, и өрі партур. И ол, наверное, оға сықта по имя горе поғаны жемтеді 3 жастық көрзім. Жемнің қарақ сырай қате болып суп бол партур, білінбейін думныға суп бол партур. А ол балаларыны де қарайтқан. И вот улық бежезі уже поған, значит, 8 жастық өріп шөріпсқаны Варвары поған жемнің бежезі. Вот, жем шатқаған нағыз. И кершізі побазы епті шутабажаң. Прайшёртур торговленың кежегой харындазы Михаил. Ол занимался на месте хозяевами по инек оларның 40 дойын инек поған, но табун инек, конечно, бесчетное количество поған оларның шылғылар. Вот, и по базе аның үрепшорпскан он пришел поған жемнің. А уж шастан ол өскен семьяда Михаил, вот, Иван Михайловичты, потому что кержезе 3 жастық бала жақты, албаған и кірпаған кіріқарындызын кебіне, потому что баланы көрегі надо. Вот. И ол анда өскен, и поэтому ол санап тұр, что Иван Михайловичтың семьязы родной, ол 3 жастан оларды қарындасты. Аны поған, значит, 3 қарындас и припежезе. Вот, 2 қарындасы отечественной надо погибли. Егор это Михайлович, потом Федор Михайлович, а Иван Михайлович азақ жоқ нандыра кеген. И жем ол семьяда хабасхан, потому что ол самый улуг болған, олардан улуг, и все хозяйство жемде болған, потому что жем оға артоқ сеткен, ергізі 9-ын еткен жем. Вот. Вот, иди вот так вот олар шутандар. Ольга Петровна сөйбірісінде көп кізі христиан кертінізіне тұдынған. Жемнің, значит, семьязында параса священниктер тоқтажаңнар детіпсті, ебінде тоқтажаң. Поэтому пістің по жемні кержез үгренегі спан, а қарындастар Пырсай царский школа тоссағандар, олар офицер болғандар. Иван Михайлович, олар все были грамотные. И жемні, потому что 8 балазын шидіріп, кержезі придачергі пост паны жемні прям пол парартып. Поэтому жем өскен, значит, грамотный полбан ол худайға соғын жан, и до последнего. Побам последнее время тоже худайға елен паған, потому что жемнің шутапсаған. Вот, щит-то ол атеист болған, а когда керпскенде уже веровать стал. А пістің, значит, Наум, батюшканың ежезе православный вер болған Анна. И вот ол пістің ол кішенің тоже худайға верить болғандар. Ольга Петровна Кокова позның ұлғыларының көп данығларын малып шыпжа. Идеопске жүзіткін тадыр көгінегін көсітші. Көгінік тікшің ол үйедік мәлей тіктұр.
Мәлі мен үгіреткен ол қадетігігі. Амыны ежем позы. Бірсай, барша сосед қарғатты тікшен ол көгенек оға көп тіксаған ежем. Барша пежелеріне сыйлан, мұндағы память невесткаларына. Вот мяга по көгенек тікен. Пежеме тоже тікен көгенек память, чтобы ползан. Вот иди вышивать ползан. Ол щитте сөйлежен шарх шоқ болжан. Свечка шарғымның бірсай тікшен өтік. И вот сөйлеженде что, вот матрёна тіксалза, сугада турзан, бірді су кірбес өтік. Уға пек тікшен жем. Аны қол уға бұғаны яқсы. Имолда етсе. Жем уға ипек етсе. Или там вышивать полжа, ол бірсай. Она узлы вязала очень. В общем, ол церковь вязала четкие. А мындак четко не каждый мог связать. И очень сложные узлы могла вязать. А она, в общем, когда шелгы щекзе, ходи узел полгапсалза, узел не развязывался. Вообще уга пуган такой паршеме могла делать. Вот, четко. Церковь, просто куплян, уга большое количество, яхсы, чтобы ползын, как говорится, худайдан помощь, вот прса снабжала. Вот Минан сохранила как память, потому что Миндайди вот пробовала, мен угреткен не получается. Мы до каждого 100. Вот. 100 раз надо молитву прочитать, и вот, значит, санаптузун. Мды четкие деревянные продаются, а раньше шополжен, вот, и мды четкие все. Нинжи жыл по когнеки хайдагамда чар когнек по хостер. Значит, меня уже вот когда тикан пугогенек, значит, так, элик жил уже пугогенек. Потому что меня уже углыма хорошо. А мен еще щит погом тиксан мен аны берегу, конечно. Мага бастагысына көрөр келісті, мұнда құрлық тадыр көгінеген. Ол тұстандығда кесіңдер, яндық? Кур, жем тикан мен көңнемін. Сыры деген қызар. Потому что щит погом. И вот ол хурмяга тикпеген, чтобы дали почему. Ну, то, что молодая, кажется, широко так вот. И вот ол мяга... Хайдар мағыт? Балтындағы ленталар көзімге сағайларды андық жоғыл? Жемнің все время положим. И она еще зависела же, вот плебин думаны, что инже полоска хыс, и значит, кзяпаган эпши уже разница погон. А вот она ведь сурабам тоже. Почему имя хайдайки и юш, ван тоже плега надо, сурига надо. Вот там деминги керкизлер дошел, паршаларю поспс уже керпс. Килер көздіглері бізді пісірге Ольга Паза Николай Аргудаевтарна пабалары Саблы Хайжы Петр Аргудаевтыңер аның шутазнар шоқтер біз.